Смарт технологиялар орындаған Тобаш Ақмарал 10-шы Б сынып оқушысы, жетекшісі Ахметова Айгүл Базылкаримова. 21 ғасыр технология ғасыр болғандықтан Қазақстан әлем бойынша ең жаңа деген оқу формаларын зерттеп, білім саласында үнемі жаңарту жасап келеді. Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында дәл осы жайлы белгіленген болатын. Қазіргі заманға ақпаратты қоғамға біртіндеп смарт қоғамға қадам басып келеді. Смарт сөзі ағылшын тілінен аударғанда ақылды дегенді білдіреді. Смарт жүйесі арқылы әр адамды өмір бойы оқуға, жаңа білім және дағдылар алуға, технологияларды меңгеруге, инновация және кәсіпкерлік рухын дамытуға, тәуекел ету және өзіне жауапкершілік пен міндеттеме ала білуге мәжбүрлейтін ынтымақтандыру ортасына құру болып табылады. Смарт технологиялардың басты жүйелері объективті заңдылық, отандық білім жүйесіне сай келуі, жаңа практикалық әдісті тарату, электронды жүйемен оқыту. Home Smart үйді автоматтандыру, әрекеттерді орындауға және адамның араласуынсыз белгілі бір міндеттерді шеше алатын үй құрылғылардың жүйесі. Негізгі алгоритмге төмендегілер кіреді. Үйде бөтен адамның кіргенін тіркеу, иелерді хабардар ету, сирена қосу, бейнебақылауларды қосу, негізгі және бөлме аралық есіктерін жабу. Үй автоматтандыру пайдаланатын технологиялар. Ақылды үй жүйесі құрылғылары 3 түрден тұрады. Интеллектуалды смарт технологиялар білімде, бизнесте және инновацияда. 21 ғасыр технологиялар ғасыры болып отыр. Мобильді құрылғылар, интернет желілері адам өмір сүруінің қарапайым күнделікті дағдысына айналып, ақпараттық технология адам өмірінің маңызды бөлшегі болып отыр. Ендігі міндет сол алған білімінің адамға қызмет өтуіне мүмкіндік беретін смарт ортасын дамыту.